Аққуды атпа. Тәңірі тағала аққуды ерекше әсем етіп жаратады. Пештегі Салсабил өзенінде сырбаздана жүзгенде оның сұлулығына барша періште таңдай қалып қарап тұрады екен. Тәңірі тағала жерді жаратқан соң табиғатқа сұлулық дарыту үшін аққуды жерге жібереді. Аққудың әсемдігін көрген асқар таулар балқып, оған еліктеуге тырысады екен. Қарағай қайыңдар оны көргенде мың бұрала билеп, әсем ағаштардың біріне айналыпты. Аққу қай көлде жүзсе, соның жандағы табиғат та әдемі күйге ене берді. Алайда аққудың әсемдігіне ғашық болған періштелер енді аққулы мекендерге үйір болады. Аққуды көрсе, Тәңірі тағаланың жаратылысына таң қалып тапжылмай тұрады екен. Сол сәтте қара ниет біреу аққуға кесірін тигізсе, барша періште оны қарғайды деседі. Ертеде Ақтангер деген аңшы өмір сүріпті. Ол жастайынан аң аулап күн көреді екен. Бір күні орманда келе жатып, бір көлге тап болады. Көл бетінде жалғыз ұшып жүрген аққуды көреді. Аққуды атпақшы болған Ақтангер мылтығын кезей бергенде, аққуды тамашалауға келген періштелер «Атпа!» деп айқайлайды. Аңшы кім айқайлағанын түсінбейді. Жан-жағына қараса, ешкім жоқ. Қағыс естіген болармын деп, тағы да оқтала бергенде «Атпа!» деген дауыс тағы шығады. Аңшы бұл жолда сәрі кідіріп тұрады да, мылтықтың шүріппесін басып кеп қалады. Сол кезде періштелер оның мылтығын қағып жібереді. Оқ қисық ұшып, аққудың аяғына тиген екен. Аққу сұңқылдай ұшып, көзден ғайып болады. Содан бастап аңшының өмірі бақытсыздыққа тап болып, өмірден өгізіп өткен екен. Өнекөз қариялардың айтуынша, Ақтангер періштелердің наласына ұшырапты. Қазақ арасында аққуды атпа деген тыйым осыдан қалыпты деседі.